Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында тегін грант алған кәсіпкерлер тақырыбы аясында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнайы пресс-тур ұйымдастырылды. Ең алдымен интеллект сервис орталығына барған тілшілер жасалып жатқан техникалардың мүмкіншіліктеріне тәнті болып қайтты. И в какой-то определенный момент, то есть пришло понимание. Біз өзіміздің жұмысты 2013 жылы бастадық. Ең басында аз-аздап, яғни компьютер, ноутбук сияқты шағын электронды тауарларды жөндесек, уақыт өте келе үй тұрмысына қажетті ауқымды тауарлармен айналыса бастадық. Осы жолда жүре келе ойымызға неге біз бұдан да үлкен құрылысы жағынан қиынырақ электронды тауар жасамасқа деген ой келді. Басында менің әріптестерімде қиындықтар болды. Оны жоққа шығаруға болмайды. Кейіннен бір-бірімізбен тәжірибе алмаса келе электронды панель жасап шығардық. Алдыңғы жылы үлгі ретінде жасап, тексеріп, кем-кетік тұсын толтырып алдық. Бүгінде оны қолданысқа жарамды етіп, қазір сіздерге көрсететін боламыз. Как у нас в Казахстане сейчас идет цифровизация. Интеллект сервис орталығында қазіргі таңда 10 маман жұмыс жасап жатқандығын қоса кетті. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері интеллект сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тұрсынжан, ойын, дев және тағы басқа нысандарына барып аралап қайтты. Ботагөз Мұратқызы, Ерзат Қасенбай, Арлан Исаков, ТВ 6 телеарнасы.